Hello friends, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге адамдардың хал жағдайын сұраудың бірнеше жолын көрсететін боламын. Жалпы бізден біреу How are you деп сұрағанда, яғни сенің халің қалай деп сұраған кезде, біз көбіне I'm fine, thank you and you деп жауап береміз. Әрине біз мектеп кезінен осы жауапқа үйреніп қалдық, бірақ расында бұның көптеген жолдары бар. Яғни біз тек қана осы жауаппен шектеліп қалмауымыз керек. Егер де сіздерге осы тақырып қызық болса, видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. The first way is using basic question and the second way connection question. Мен қазір сіздерге basic question'ның не екенін және connection question'ның не екенін түсіндіретін боламын. Here, look. Happy answer and a basic question. Жалпы сіздің жағдайыңыз өте керемет, бақыттысыз. Ондай кезде сіз I'm doing great. Және сыпайылық үшін thanks-ті қоссаңыз болады. Яғни I'm doing great, thanks. Ал енді басқа адамның жағдайын сұрау үшін How about you деп сұрақ қойсаңыз болады. Яғни basic question деген жалпылама сұрақ. Сенің жағдайың қалай деп адамның жағдайын сұрай саламыз. Енді and you дегеннің синонимдері. Ал екінші мысалда сіздің жағдайыңыз қалыпты. Normal answer and a basic question. Бұл жағдайда сіз I'm pretty good, thanks. Менің жағдайым жақсы, рахмет. What's new with you? Ал сенде не жаңалық? And friends, repeat after me. I'm doing great, thanks. How about you? I'm pretty good, thanks. What's new with you? Ал енді айталық, сіздің кішкене қолыңыз бос емес. Бір жұмыстарыңыз бар. Ол кезде сізде busy answer and a basic question. I've been a bit busy, but okay. Менің кішкене қолым бос болмай жүр, бірақ жалпы жақсы. But okay. How have things been with you? Ал сенде жалпы заттар қалай жүріп жатыр? Немесе сенің жағдайың қалай болып жатыр деген мағынада. Ал келесіде satisfied answer and a basic question. Satisfied деген сіз өзіңізге немесе өзіңіздің өміріңізге көңіліңіз толғанда қолданатын жауап. Мысалы, never been better. Бұдан артық жақсы болған емес, яғни менің жағдайым қазір өте керемет. What about you? Ал сендеше? And friends, repeat after me. I've been a bit busy, but okay. How have things been with you? Never been better. What about you? And friends, happy answer and a connection question. Жалпы connection question деген сіз тек қана адамның физикалық тұрғыдан жағдайын ғана емес, сонымен қатар оның өмірінде не жаңалықтар болып жатыр, соларға байланысты етіп сұрақ қоясыз. Мысалы қараңыз. I'm doing great, thanks. Менің жағдайым өте жақсы, рахмет. I heard that you got a new job. How's that going? Менің естуім бойынша, сен жаңа жұмысқа орналастың. Жалпы жұмысың, бизнесің қалай жүріп жатыр? Ал екінші нұсқада, I'm pretty good, thanks. I saw your Instagram post about your business. What's the update? Яғни менің жағдайым жақсы, бұл бізде normal answer. Рахмет. I saw your Instagram post. Мен сенің Instagramдағы постыңнан бизнесің жайлы көрдім. I saw your Instagram post about your business. What is the update? Бизнесіңде не жаңалықтар болып жатыр, не жаңартулар болып жатыр. And at last, friends, repeat after me. I'm doing great, thanks. I heard that you got a new job. How's that going? I'm pretty good, thanks. I saw your Instagram post about your business. What's the update? I hope that the video was useful for you, friends. Осы видео сіздерге пайдалы, тиімді болды деген үміттемін. Егер де сіздерге осының тақырыптары қызық болатын болса, ағылшын тілін осылай үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.